Қазақстан мен Люксембург авиация және ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта зерттеу салаларында ынтымақтасады. Екі елдің сыртқы істер министрлерінің кездесуінде осындай меморандумға қол қойылды. Люксембург ұлы герцогтігінің сыртқы және еуропалық істер министрі Жан Ассельборн елімізге ресми сапармен келді. Ол қазақстандық әріптесімен сауда-экономикалық серіктестікті дамыту жайын талқылады. Люксембург сауда өндірістік палатасының Қазақстанға сапары жоспарланып отыр. Еліміздің сыртқы істер министрі аталған елмен визалық режимді жеңілдету мәселесінде қозғады. Қазақстан тарапы нарығымызға кіруге ниетті Люксембург компаниялары үшін қолайлы жағдайлар жасауға даяр. Өнімдерді сыртқы нарыққа бірге шығаруға дайын. Екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстардың өрісін кеңейтудің перспективалары айтарлықтай деп санаймыз. Еуропалық одақ Қазақстанмен жалпы ортақ мәселелерді біздің елдеріміздің игілігі үшін талқылауға дайын. Біздің түпкілікті мақсатымыз өсім және нәтижеге бағытталған. Қазақстан жақында энергетика, транспорт, сауда-саттық саласындағы негізгі серіктестеріміздің біріне айналады. Қазақстан Люксембургтан көлік тіркемесі шина, түрлі материал, қағаз, қатты қағаз, мақта, ине және тағы басқа бұйымдар импорттайды. Биылғы 4 айда өзара тауар айналымы $8,1 миллион құрады.